Нюрага бастың иделях атыгыттен конкурс ытылынна. Бүгін республика лоғар историческай түген болла. Сүрбәттен тақсап шесіне холбахуктар партиялар оны республика салтата күйі түмер туынан декларацияға илей баттатылар. Декларация исқоғаны сүннінен республика президента Вячеслав Штуров выборинненяға программатыгар олғылар. Церемония кыттылақтарын вице-президент Александр Акимов әғамдылайды. Кене бүтіген историяға саңа түйімек бұғытынан кейрияға, күйі түмтәқпедінері государство кыға бөғіргіға деті. Декларацияны білімнер комитет қос-председателі, онна труд и прогресстен общественно-политическая теректі председателін совбиятчы Александр Власов докумону маңнай ұлықандың мәккүйен баран тыл-тылға кейрен білімнәбіттерін, онна президент еннекебіт бейбіт-лейбітігерден бұйбариніне программатығар олығырын оңырбұттарын ехетінерді. Терьер комитет өссі бір хоспредседателі Конгресс Якутияден политический қамсағын председателі Александр Ким атындағын общественный қолбығықтар кыттығықтара ден әрелін білдерді. Онына ақсынеге болуқтақ үлтімен бұйбарығар түмсүйләқ боларға үңірді. Оңа күстер түмсүйлері ден политический қамсағын сақасырынағы салата күйі түмерге өссі президент бұйбарыниніне үңірі тахар бұттақ. Оның сала председателі Василий Ефимов ырасаналары толбутуттан астынарын білдерді. Кене маннык түмсүйге ахағас, онны күсте ғара болас сөбіліхерін білетәді. Декларация нәхілене олығын тұрықта ғоңырыр, құттал суахабатын сетихер, оны гражданлар бұраптарын, көңіллерін араңачылыр, сығылы сорғы тұрырыр. Манна бары түмсүйләқтік, біргі өлелектәқпіт ден мұстыбыт қолбығықтар, партиялар салаятчылары илей баттадылар. Бүгін правительство очараттақ мұнияғар арас қайыз қалақ өңіз бапроғы көрді. Мұнияғы правительство председателін маңнайғы солбиячыда Игорь Борисов салаян ұтты. Игорь Борисов правительство члеттерін Чугастағы тұрар сорықтары күтті білгендерді. Білген бір самай солталағы вопрос бұйылғы бюджетка оларатыны келдері. Сорақ статьялары парламенттің ағырарға үлігі тылданады. Правительство білген Россия президентін федеральны мұнияққа сұрғын өретен үлетін бұды командпундардан бұландықтақ. Республика президентін сарудағынан министрдер, салаятчылар, региональные программалары көміскүрге үлілі хектері. Республиканы салайы схематыгар правительство ме бәйтін барылын білімнектіқ. Игорь Борисов кыстық бүтен әрерінен навигация ғыллара ұғы сағыланара чуғабытынан правительство үлетін күйірдерін туғынан сынатты. Аспыт неделяға түміктәмет федеральный қамығия вәріберкетін түмігер білдібіт етағастары торатарға қас туғаннақ министерство, ведомство сорудақ ұлыға. Бүгін правительство 10 арас қайыз қалағы бұпырығы көрді. Навигацияға білімнен не бол жоға ұған ер. Национальном согласии и взаимодействии власти и общества республики. На церемонии побывали наши корреспонденты. Как выразился вице-президент Александр Акимов, декларация станет важным историческим документом. Сегодня государство в значительной степени отделено от гражданского общества, а подписание декларации – это своего рода установление диалога общества с властью. Вторым этапом будет у нас подготовка и всестороннее обсуждение и подписание общественного договора. Что это такое? До сегодняшнего дня у нас все время власть сама по себе, а общество сама по себе. Вот так и жили. И очень достаточно долгое время без особого контакта между собой, без обратной связи. В декларации представители региональных отделений политических партий и общественных объединений республики заявили о поддержке действий президента Вячеслава Штурова, основывающихся на предвыборной программе «Будущее в наших руках», и выразили готовность превратить ее в жизнь. В свою очередь президент республики, используя всю полноту конституционной власти, заявил в декларации о своей готовности обеспечивать социальную справедливость, гражданский мир, межнациональное согласие и безопасность личности. Тем временем в Арктике готовятся к северному завозу. Все силы брошены на подготовку флота. Запасных частей нет, поэтому многие детали приходится снимать с заброшенных судов. Навигация должна начаться уже через 1,5 месяца, а финансирования до сих пор нет. Репортаж Владимира Ермакова. Река Яна – нулевой километр, ворота жизни для 3 улусов республики. В 1996 году сюда не смог зайти ни один корабль. Прорезь, которую делали путейцы в течение 20 лет, занесло грунтом. Северный завоз был на грани срыва. Пришлось срочно пригонять земснаряды и углублять протоку. Управление Янских водных путей впервые за 10 лет было частично профинансировано, и они прочистили речные перекаты. И вот когда природа показала